Қайырлы күн. Сәрсенбінің сайтында YouTube жобамыздың кезекті қонағы Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің дене мәдениеті және спорт факультетінің бірінші курс студенті Даниэль. Қайырлы күн, Даниэль, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Даниэль, 19 жастамын. Осы университетте оқимын. Бірінші курс студентісіз, иә? Иә. Ал сіздің ұлтыңыз кім, Даниэль? Орыс. Тамаша. Ал сіз қазақша қалай үйрендіңіз? Бірінші сыныптан бастап оқып жүрмін қазақ тілін. Қазақ сыныбында оқыдыңыз. Жақсы. Ал енді осы қазақ тілін үйренуге қалай қызығушылығыңыз оянды? Не себеп болды? Қызығушылық дегенде жай бірінші сыныпқа бардым қазақ сыныбына. Солай үйрендім. Ал қиын болмады ма сізге қазақша үйрену? Жоқ. Жақсы, Даниэль, ал қандай қызығушылықтарыңыз бар, немен айналысқанды ұнатасыз? Бұрын шаңғы тебумен айналысқам. Қазір отанда айналыспаймын шаңғымен. Қанша уақытта айналыстыңыз? 1 жылдай. Ал шаңғы тебудің қандай артықшылықтары бар, немесе қандай қиындықтары бар, сол туралы айтып берсеңіз. Маған ешқандай қиындықтар туғызған жоқ. Ал енді қазақша үйренгеннің қандай артықшылықтары болды өміріңізде, сол туралы айтып беріңізші. Жалпы осы қазақ тілі барлықша тегін айтсам болады. Жақсы, Даниэль, ал қандай бала армандарыңыз болды? Қазір қандай армандарыңыз бар? Қазіргі арманым осы университетті бітіру. Сол саламен жұмыс істеймін. Сіз енді бірінші курс студентісіз ғой, жаңа ортаға, жаңа оқу орнына үйренісу қиын болған жоқ па сізге? Жоқ, қиын болған жоқ. Бізде группада 7-ақ бала. Тез үйреніп кеттім. Ал жаңа оқу орнына үйренісу қиын болған жоқ па? Сабақтар, бірінші семестр қалай өтті жалпы? Немецкий пәнінен қиыншылықтар туғызды. Бірақ негізі жақсы аяқталды оқу. Иә. Жақсы. Ал енді алдағы демалыста қалай өткізбекшісіз, қайда барасыз? Жаңа жылда отбасымен жаңа жылдық дастархан жаямыз. Сосын 12-ден кейін салют аттуға барамыз. Сіз енді дене мәдениеті және спорт факультетінде оқисыз ғой, сізге жалпы спорттың түрлері қызық шығар. Қандай спорт түрлерін сіз қызығып қарайсыз? Қазақша күрес, бокс қараймын. Жақсы. Ал басқа қандай қазақша ұлттық ойындар білесіз бе? Иә, арқан тарту, асық ату. Қазақша күрес. Көп бар. Жақсы. Ал сүйікті боксшыңыз бар ма? Кім? Сексапиев бар. Жақсы. Ал қазақтың салт дәстүрлерін білесіз бе? Қандай есіңізде ерекше қалған салт дәстүрлер бар? Қазақтың салт дәстүрінен беташармен салып ішер. Жақсы. Ал спорттан басқа тағы немен айналысасыз? Домбырамен айналысқам 3 жыл. Қандай күйлер білесіз? Жастар биі, балбырауын. Маған мектепте домбыра тартуға қызық болды. Содан домбыра үйірмесіне бардым. Тамаша. Жақсы, Даниэль, бізге уақыт бөліп сұхбаттасқаныңызға рахмет. Алдағы демалыстарыңыз жақсы өтсін, келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Рахмет, сау болыңыз.